сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Әңгіме өмір атты арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, әсерлі әңгімелерді тыңдай отырыңыздар. Бүгінгі баяндайтын әңгіменің аты баудан табылған нәресте. Жақсы тыңдалым болсын. Түн пердесін түріп, жұрт түгел ұйқыға кеткенде, шарананың іңгәлаған даусы қараңғы даланы жаңғыртты. Ауладағы тапшанда ұйықтап жатқан Қалдыбек пен Самал шырт ұйқыдан оянды. Әй, естің бе? Баланың жылаған даусы. Қалдыбек ұйқысын аша алмай отыр. Самалды түртті. Баудың аяқ жағынан естіліп жатыр, тұрсайшы. Көршілердің баласы емес пе? Деді ұйқысын аша алмай, көзін уқалаған Самал. Қандай көрші? Көршілердің мына жақта тұрады. Баудың аяқ жағында ешқандай көршіміз жоқ. Іңгәлаған дауыс үдеп барады. Самал керіліп тұрамын дегенше, Қалдыбек тәпішкесін аяғына іле сала, бау жаққа жүгірді. Телефонның шамын жағып алған өзі. Самал да сүйретіліп, орнынан тұра бастады. Бісміллә, шайтан емес пе екен? Қалдыбек, тоқтай тұр. Бірге барамыз, Қалдыбек деймін саған. Тоқта. Ол шайтан емес пе? Деп қояды. Баяғыда бір жерден оқығаны бар. Шайтанның көзге нәресте болып көрінгені жайлы. Есіне түсіп еді, өне бойын үрей билеп, қалдырап қоя берді. Баудың іші үлкен ғой. Қорықса да күйеуінің ізінен еріп келеді. Аяқ қолдары дірілдеп. Дала қараңғы болғандықтан, аяқ астында жатқан томарды байқамай, бір кезде шалынып құлады. Оңбай құлады. Нәрестенің іңгәлаған даусына Самалдың ойбай аяғым деп бақырған үні қосылып, түн тыныштығы бұзылды. Осы сәттен бастап, бұл отбасының да берекесі бұзылатынын сезгендей, жаңбыр да сіркіреп қоя берді. Жаз ортасы болса да. Самал орнынан тұрып, үсті басын қағамын дегенше, Қалдыбек бау аяғына барып, қайта келіп қалды. Қолында жаялыққа оранған нәресте бар. Ентігіп тұр. Бір оңбағанның ісі ғой мынау. Кім болды екен, а? Неге біздің үйдің бауына тастап кетті бұл баланы? Мен барамын дегенше қашып кеткен сияқты. Ешкімді байқамадым. Ешкім жоқ дейсің бе? Құдайдан қорықпағыр біреудің ісі ғой. Обалай, обал. Әкелші баланы. Ұл ма, қыз ба? Иә, не істейін деп ең? Үйге кіріп алайықшы алдымен, деген Қалдыбек пен Самал баланы үйге алып кірді. Ұл бала екен. Бір айдың ожақ бұжағы, жаялығы, киімдері таза. Күтімі де жақсы сияқты. Бірақ неге тастап кетті бұл баланы? Құдайдан қорықпағырдың ісі ғой. Осындай баланы қалай көзі қиып тастап кетті екен, а? Қай безбүйректің ісі бұл? Деді Самал баланы тастап кеткен пендені сырттай сыбап. Не істейміз? Милицияға хабарлаймыз ба? Деген Қалдыбек басын тыр-тыр қасыды. Білмейм ғой, таң атсыншы, деген Самал баланы құшағына алып жұбата бастады. Ол жұбана қойды. Солақ екен Самалдың бойын ерекше бір сезім жанап өтті. Әсіресе нәресте емгісі келіп, аузын ашқанда, тек көкірегі ғана емес, 62 тамыры иіп сала берді. Шыдап отыра алмады. Омырауын ашып жіберіп, баланы емізе бастады. Қандай сүйкімдеді баудан табылған бұл бала. Құдай-ау, аяқ астынан Самалдың әлемі өзгеріп сала берген несі? Әйелінің баланы емізіп отырғанына тіксінген Қалдыбек. Не болды соншама? Деді жақтырмай. Қалдыбек, ұл бала екен ғой, деп сөзінің соңын жұртты Самал. Не болыпты ұл болса? Қалай ойлайсың? 3 қыздан кейін бізге жіберген Алланың сыйы деп ойламайсың ба? Қайдағы? Не деп кеттің? Тиісті орынға тапсыру керек баланы. Бұл баланың тегі қандай? Бойында кімнің қаны бар? Ертең қандай бала болып шығады? Қасқырды қанша бақсаң да орманға қарап ұлиды. Қой шырағым, қайдағы жоқты айтпа. Қалдыбек, бұл бір ерекше бала екен. Қарашы, сүйкімді өзі. Жоға, қарамаймын түріне. Жүрегім ауырады. Қалдыбек, өтінемін. Баланы асырап алайықшы. Ұлданаймен теселесіп өсіп кетеді.
Екі қыз бой жетіп отыр. Сол екі қыздан кейін қаншама жыл Алладан сұрап жүріп, әулие аралап жүріп, ұл сұрағанда тағы қызды болдық. Мынаны қараш енді. Құдай беремін десе, терезеден береді деген осы шығар. Терезеден емес, баудан бере салды ғой, бау ішінен. Баудан табылған ақ балам, ұйықтай қойшы жат балам. Самал ыңылдап әндете бастады. Санаулы секундтарда-ақ ол балаға бауыр басып, үлгергені қалай өзі туғандай болып еміреніп барады. Есің дұрыс па сенің? Біреудің баласы бала болмайды. Біз бауыр басып қалсақ, ертең шешесі іздеп келсе не болады? Өзің қиналып қаласың, байқұсау. Неменеге емізіп отырсың? Деп айғайлады Қалдыбек. Күйеуінің сөзін Самал елемей отыр. Балаға мейірі түсіп кеткені сонша, күйеуінің күйіп-пісіп айтқан сөздерінің бірін естісе, бірін естпейді. Сәбидің басын сипап отырып, бір кезде Самалдың түрі бұзылып кетті. Күйеуіне бір, балаға бір кезек-кезек қарай берді. Нәрестенің оң жақ шекесінде қоңырдақ бар екен. Дағы емес қыл ғой. Қалдыбектің оң жақ шекесіндегі қал сияқты. Мұндайда сәйкестік болады екен-ау. Түсінсе бұйырмасын. Қалдыбек, мынаны қарасайшы, бұл не? Деді көзі атыстай болған Самал. Я, не бопты? Әйелінің бозарған реңі мен аларған көзінен қорқып кетті ме? Үңіліп нәрестенің бетіне қарады. Мынаусы несі тағы? Бұл қалай? Қалдыбек тұрған жерінде сылқ түсіп отыра кетті. Қал ғой бұл, өсе келе үлкейеді. Тура сенікіндей қал. Пішіні де ұқсай ма? Екеуі де ойға шомып үнсіз отырып қалды. Бір-біріне сұраулы жүзбен қарап қояды. Әрең тілге келген Самал. Бұл тегін бала емес. Баланы асырап алуымыз керек. Алланың жіберген белгісі. Қалдыбек, немене үнсіз қалдың? Сөйлесейші. Қалдыбек деймін саған. Самал ойға шомып кеткен күйеуін түртті. Не? Не дейсің? Қызық екен, я? Дұрыс айтасың, бұл баланы асырап алуымыз керек. Осындайда сәйкестік болар ма? Алладан күндіз түні жалбарынып сұрап едім. Көз жасым текке кетпепті. Тура өзімізде аумай қалған баланы топ етіп бере салды. Жаратушым жарылқады мені. Тәуба, тәуба, деген Самал жаратқанға алғысын жаудыра бастады. Қалдыбек бері жақындап, таң қаларлық жағдай ғой бұл. Мұндалар тек үнді киносында бола ма десем, өз көзіме өзім сене алар емеспін, деп баланың жүзіне тағы да үңіліп, зер сала қарады. Басын шайқап тағы да ойға шомып кетті. Ұлданайға ұқсай ма? Оның да шаштары дәл осылай қап-қара қалың еді. Тура сенің шашың сияқты, деген Самал таңданысын жасыра алмай, нәрестені шешіндіріп, ары-бері аударып көре бастады. Құдайым-ау, түрінен сол. Баудан тапқан бақ балам, айналайын ақ балам деп емешегі үзіліп барады. Дәл қазір бақыттан бас айналған соншалықты ешқандай артық ой ойламады. Мынадай ғажайып бала бұйырып тұрған кезде жаман ойды ойлаудың өзі адамдық болмас. Тәңірдің бұл сыйына күмән келтірудің өзі күнә емес пе? Самал бақыттан тасыды. Қалдыбек те қуанды. Бірақ көңілі әлденеге алаңдаулы. Баланың бетіне қараған сайын еріксіз ойға сүңгіп кете береді. Сонымен олар баланы асырап алатын болып шешті. Тиісті орындарға да хабар беріп, тексеруден өтіп, келісімін алып, аз күннің ішінде балаға Құдай берген Қалдыбекұлы деп құжатта жасатып алды. Самал екі сәбиді теңдей емізе бастады. Жасы енді екіге толатын Ұлданай омырау сүтіне шыға қоймап еді. Оның аналық мейірімі тасып, омырау сүті күн өткен сайын молая берді. Қалада оқитын екі студент қызда қуанып жүр, інілі болғандарына. Алаңдамай, күйге тие берсек болады енді, деп қояды олар. Жап-жақсы басталып, тып-тыныш жалғасып жатқан еді бұл шаңырақтағы өмір. Бірақ күн өткен сайын сәбиді көрген жандардың Қалдыбектен аумай қалыпты. Құдай беремін десе, ұқсатып та бере салады екен, деген сөздері Самалды әртүрлі ойларға жетелей бастады. Ал көршінің бүгінгі сөзі Самалдың күдігіне соңғы нүктесін қойды.
Сен негізі аңқаусың ғой. Ұлды болдым деп бақыттан басың айналып жүрсің. Сенің күйеуің де менің күйеуім сияқты бүлірген бір тірлігі жоқ па екен осы? Есіңде ме? Осыдан неше жыл алдын баяғыда жас кезімізде ше? Өзің білесің ғой, бір қыз сіздің күйеуіңізден екі қабатпын деп үйге келіп еді. Есіңде ме? Құдай-ау, мен не көрмедім десеңші. Сол күндерді есіме алсам, мен емес сияқтымын. Бір жылдай ажырасып бөлек тұрып едік қой. Бір жылдан соң күйеуім өзі келіп еді, сүмірейіп кешірім сұрап. Анау сайқалы басқамен жүріп кетіпті. Әрең кешіріп едім. Балалар болмағанда кешірмейтін едім. Сол бала қазір үлкен жігіт болып қалған шығар. Күйеуім оны менің балам емес дейді. Бірақ қайдам, күйеуіме сенбеймін. Құдай берді деп жүргенде, ертең Құдай ұрып жүрмесін сені, деген көршісі аспанда ұшып жүрген самалды топ етіп жерге түсірді. Кешке дейін самалдың уақыты өтпей, жанын қоярға жер таппады. Ойынан нелер келіп, нелер кетпеді десеңші. Бесікте пысылдап ұйықтап жатқан баланың бетіне қарап отырды да қойды. Рас, мұның да күйеуі оңып тұрғаны шамалы. Біраз өнерін көрсеткен. Әнеу бір Әйгерім деген қызбен әуейі болып, шаңырағы шайқала жазап еді бір кездері. Мүмкін әлі де сол соқыммен жүрісін тоқтатпады ма екен? Өз ойынан өзі шошыды самал. Оның дәл қазіргі күйін ешкім сезіне алмаса керек. Бесікте жатқан бала қымбат. Нәрестеде тұрған жазық жоқ. Қандай жағдай болса да бала өзінікі болып қала бермек. Ешкімге бермейді енді баланы. Осыдан қай-қайсысы келіп, баланы иемденсе, қолында өлуге бар. Аз күннің ішінде өзі туғаннан да артық жақын болып кетті ғой бұл бала. Қандай күш, қандай сиқыр жіпсіз байлап тастады екен сәбиге. Өзі де түсінбейді. Бірақ бұл жердегі құпияны білгісі келеді ол. Жүрегі жарылып кетсе де, ол шындықты білу керек. Сол оймен кешке жұмыстан келген күйеуіне алыстан орағытпай сұрағын төтесінен бірақ қойды. Қалдыбек, менен ештеңе жасырып жүрген жоқсың ба? Деді дастархан басына жайғасқан күйеуіне. Нені жасырады екенмін? Қалдыбек самалға сұраулы жүзін қадады. Өзің білесің. Мен білмейді екенмін, айтсайшы жұмбақтамай. Құдай берген жайында. Ол неге сенен аумай қалған? Сол ма айтайын дегенің? Кемпірім-ау, жаман қорқытып жібердің мені, деген Қалдыбек кесені алдына жақындатып, асығыс тамағын іше бастады. Әйгерімді соңғы рет қашан көріп едің? Шыныңды айтшы, осы сен екеуің мені ақмақ қылып жүрген жоқсыңдар ма? Деді самал бесіктегі баланы шешіп, емізбек болып. Қалай сонда? Не деп тұрғанын білесің бе? Иә, білемін, жасырмай айт. Сені түсінуге тырысамын. Тек мені ақмақ етпеңдерші, мақұл ма? Бала менікі онсыз да. Бұл баланы енді ешкім менен тартып ала алмайды. Егер бір күні сол Әйгерімің келетін болса, қолында өлемін. Шашын жұлып, аяғын сындырып өлтіріп тастаймын. Өлтіремін, естің бе? Деген самалдың көзінен ытқып-ытқып жас шығып кетті. Ей, ақмақ, айғайлама. Баланы шошытасың. Не деп отырғанын білесің бе сен өзі? Әйгерім күйеуге тимекші. Немене? Оның күйеуге тимекші болып жүргенін білсең, әлі күнге дейін байланыста болғансыңдар ғой, а? Жұмыстан кетіп қалды басқа қалаға, дегенің қайда? Мені алдап келдің ғой осы күнге дейін оңбағандар. Айғайлама деймін саған. Әйгерім, Әйгерім деп бір күні өлетін шығарсың. Онымен арамызда ештеңе болған жоқ, деп неше рет айттым саған. Неге сенбейсің? Жазықсыз жала жабуыңды қашан тоқтатасың сен? Әйтеуір бірдеңе шығарып, қанымды ішіп алмасаң, сен қатының көңілін көншімейді. Бұл баланың жазығы не енді? Құдайдың бергені де өзімізге ұқсатып. Мен өзім де таңмын, түсінбеймін. Өтірікші оңбаған десе. Шындығыңды айта салсаң түгін кетпейтін еді. Тиетін күйеуіне тие берсін ол. Бірақ менің балама жоламайтын болсын. Айтып бар сайқалыңа. Не деп кеттің сен өзі? Баланың маған ұқсағанына қайдағы бір Әйгерім жазықты ма енді? Әйелдің шашы ұзын, ақылы қысқа деген осы екен. Дастархан басында отырып екеуі ұзақ айтысты. Қалдыбек шыр-пыры шығып ақталады.
Ал Самал күйеуін мойындатамын деп барын салды. Күйеуі мойындамады. Өзің мойындай салсайшы, әйтпесе Әйгерімге барамын. Бетіне айтып баладан бас тартамын деп тілхат жазырып алып келемін. Ертеңгі күні тағы да менің балам деп келіп тұрмау үшін барамын Әйгерімге, деп безірейді Самал. Әйелінің айғайынан шаршап кетсе керек Қалдыбек соңында қолын бір сілтеп: бар, қолыңнан келгенін істеші. Маған не дейсің? Ойыңа не келеді соны істе. Маған тыныштық бер айналайын, деп құтылғандай болды. Самал Әйгерімнің үйін жақсы біледі. Баяғыда келіп, сойқан шығарып кеткен. Басқаны ұмытса да, Әйгерімнің мекен жайын ұмытпайды ғой, ұмытпайды. Самал өз ісіне есеп бермеді. Әйгерімнің быт-шытын шығарып, тілхатқа баладан бас тартамын деп жазыртып, қол қойдырып алу керек қалайда. Дәл қазір оның басқа арманы жоқ. Баланы қағаз жүзінде меншіктеп алғанда ғана көңілі тыншиды. Бір жағынан қызғанышпен, екі ортада мұны ақымақ етіп жатқандары күйдіріп барады. Көрсетеді әлі кімнің ақымақ, кімнің ақылды екенін. Ертеңіне Қалдыбек жұмысқа кеткенде, Самал екі бөпенің бірін жетегіне, бірін бауырына алып, таксилетіп Әйгерімнің үйіне келді. Ал бұл кезде отырған қыз орнын табады дегендей, жасы әжептәурге келіп, енді тұрмысқа шығып жатқан Әйгерімнің ұзату тойы болып жатқан еді. Есігінің алды көліктер мен қыж-қыж қайнаған тойдың көрінісі. Таксиден түскен Самалды бұл көріністе тоқтата алмады. Көгеріп сазарған күйі ол ішке қарай қадам басты. Келген қонақтардың бірі болар деп, Самалға пәлендей ешкім мән берген жоқ. Шат-шадыман әуен, көңілді адамдар да бұл әйелді алған бағытынан тайдыра қоймады. Керісінше, олардың бәрі мұны мазақ етіп, үстінен күліп жатқандай әсер етті. Одан сайын ыза қыса берді бойын. Әптен бүліреріне бүліріп алып, енді түк болмағандай, беті ашылмаған періште қыздай ұзатылып жатқанын қарашы мұның. Осылай оңай құтылып кетемін деп ойлаған шығарсың, деген оймен Самал ауланы кесіп өтіп, тіке үйдің табалдырығын аттады. Шын ашулы әйел қаһарына мінсе, ешкім де тоқтата алмасы белгілі. Құдалар отырған төргі бөлмеге бара жатқан жерінен Әйгерімнің анасы байқады. Байқады да жан ұшыра келіп, оның алдын тосты. Самалдың көзіне қарап еді, қорқып кетті. Көздері қандай қорқынышты еді. Әйнек тәрізді жансыз жанар ғой. Әйгерімнің анасы Самалды жақсы таниды. Баяғыда бір келіп, төңкеріп кеткен, еш ұмытпайды. Үрпілдетіп отырған әппақ қызына күйе жағып, жөнсіз қаралап кетіп еді. Қалай ұмытсын бұл бетпақ әйелді. Тағы не болып қалды енді? Баса көктеп неменеге келіп тұр? Масқарай, құдалардың алдында шерменде болмаса жарар еді. Әй, неғып жүрсің мұнда? Деген Әйгерімнің анасы Самалға сыбырлай жекіді. Самал оны көзге де ілмеді, сөзінде тыңдамады. Оны итеріп, төр жаққа өтіп кетпекші болып жұлқынды. Қызмет етіп шауып жүрген басқа қатын-қалашта байқап, үймелей қалды бұл жерге. Самалды қоршауға алды бұлар. Жіберіңдер мені, мен Әйгерімді көруім керек. Бір ғана өтінішім бар. Шу шығармаймын, қорықпаңдар, деген Самалды олар қаумалап, итеріп сыртқа шығарып жібермекші. Рас, Самал бұл жаққа жеткенше, иінінен әрең демалып, Әйгерімнің екі иығынан жұлып жеуге дейін бар еді. Той көрінісі оны сәл сабырға түсіргендей. Тек қағазға баладан бас тартамын деп жаздырып аламын да, үндемей шығып кетемін деп ойлап еді аулаға кірген кезінде. Бірақ мыналар жабылып сыртқа сүйреуде. Екі бөпенің шырылдап жылағанына да қарайтын емес. Үндемесе таптап барады ғой. Әйгерім, шық бері, масқараңды шығарамын әйтпесе, деп шыңғырды бір кезде. Сәукелесі сүйретіліп, Әйгерім жүгіріп сыртқа шықты. Самалды көріп, қол аяғы қалтырап кеткенін өзі сезбей тұр. Мынау бәле тағы келді ме? Құдай-ау, қашан құтылады екемін мынау қара қатыннан. Күйеуімен бір рет командировкаға бірге шығамыз деп басын бәлеге қалдау. Аллам өзің сақтай көр. Тып-тыныш қана кетсінші,
деп іштей күбірлей берді. Иә, Қалдыбек пен Әйгерім өндіріс цехында бірге жұмыс істейді. Басқа қаладағы филиалының жұмыстарына байланысты бастық екеуін бірге іс сапарға жіберген ғой. Бірі есепке жақсы, бірі өз ісінің маманы деп. Сол басқа қалада жүріп, бос уақыттарында екеуі қыдырып, әдемі жерлерде суретке түсіп, мейрамханадан бірге тамақтанғандар бар еді. Әйгерімді иығынан құшақтап түскен суретін Самал күйеуінің телефонынан көріп қояды. Міне сол сәттен бастап Қалдыбекке күн жоқ. Қит етсе Әйгерімді айтып, күйеуінің қанын ішіп алатын болған. Ол уақытта екі қыздан кейін перзентті бола алмай, күйеуімнің ұрпағын жалғастырушы ұл таба алмадым деп Самал күйзеліске түсіп жүрген уақыт еді. Не нәрсе болса да көңілге алғыш болып, жүйкесі тозып жүрген кезең еді. Түймедейді түйедей, жоқты барда етіп алғанда өзі. Әйгерімді күдігінің уысынан шығара алмай, бет алды жорамалына өзі әлі күнге сенеді. Әйгерім, баладан бас тартамын деп жазбағаныңша мен бұл үйден кетпеймін. Самал баланы бауырына қыса түсті. Қандай бала, не деп тұрсыз деген Әйгерім шәңкете қалды. Білмей қалады деп ойладың ба? Түк болмағандай, судан таза, сүттен ақ болмай-ақ қойш. Адамнан жасырғанды Алладан жасыра алмайсың, шырағым. Міне көр, мына баланы. Біздің бауға тастап кеткен балаң осы, деп айғайлады Самал. Ойбай-ау, құдалардың алдында масқара болдық, масқара. Әй, бері келіңдер, көлікке мінгізіп алып кетіңдер мыналарды. Әйгерім, сенде бар, басқа жақта жасаңдар, разборкаларыңды, деген сол үйдің үлкен келіні ауладағы еркек кіндіктерді шақырды. Екі-үш жігіт Самалды қаңбақ құрлы көрмеді. Бірі бөпелерді көтеріп, бірі Самалды өңгеріп алып, көлікке қарай жүгірді. Олардың ізінен Әйгерім де ерді. Құдайдан қорықпайтын қандай адамсыз өзі? Неге маған кенедей жабысып алғансыз? Тыныштық беріңізші маған. Қалдыбек ағайды ағамдай сыйлаймын ғой, деп жылады Әйгерім көлік ішінде. Өтірік айтпа, біздің үйге баланы тастап кеткен сенсің. Неге мойындамайсың? Сенен ештеңе сұрамаймын. Мейлі күйеуге тиіп, бақытты болып кет. Тек маған баладан бас тартамын деп жазып бер, деген Самал қайтатын емес. Менің балам емес қой ол, неге түсінбейсіз? Онда кімнің баласы? Білмеймін, маған тыныштық беріңізші өтінемін, деген Әйгерім ағыл-тегіл жылап отыр. Бетінің бояуы ағып, жүзін айғыздап жіберіпті. Негізі Қалдыбектің сыртта жүрген бір көңілдесі бар. Жүрегім сезеді, сен болмасаң кім онда? Самал да жылап жіберді. Кішкене ғана көліктің іші азан-қазан. Екі бөпенің де шырылдап жылаған даусы қосылып, құлақ тұндырардай көлік іші. Дәл қазір Әйгерім мынау әйелден қалайда құтылу керек. Оның үстіне сәті келіп тұрған сияқты. Шындықты айтуы керек қой. Қазір бұл айтпағанда басқа кім айтады? Байғұс Самалдың жазығы не? Өтірікті емес, шындықты айтады. Есепші апайдан кегін осылай алғысы келеді. Жұмыста есеп-қисап дұрыс болмай, өзінің дұрыс емес жасаған тірлігін Әйгерімге жауып қойып әбден қинап еді кезінде. Бала кімдікі екен білмеймін, бірақ менен ескеніңізді ешкім білмесін. Сол кезде ғана айтамын. Нені айтасың? Самал жылауын тоқтата қойып, Әйгерімге жалт қарады. Айтпаймын, ешкімге айтпаймын. Сен айтқаныңды ешкім білмейтін болады, ант беремін. Сенің айтқаныңды ешкім білмейтін болады. Иә, ағайдың жүрісі. Қалай айтсам екен? Жұмыста Дария апаймен екеуі жүреді. Жұмыстағылар бәрі біледі, деп қойып қалды Әйгерім. Самалдың аузына құм құйылды. Даудың басы осы жақта ма десе, Дайра абайдың көк сиырында екен ғой. Бәсе, Дарияны онша ұнатпайтын. Талай рет күйеуінің қызметтестерімен дастархандас болды. Төрде ешкімге сөз бермей, аузы-аузына жұқпай сөйлеп, бәрін билеп, төстеп отыратын сол әйел алғаш көргенде-ақ ұнамап еді. Бекер емес екен. Ол талай ойды шарлап отырғанда, Әйгерімнің ұялы телефоны шырылдады. Болашақ күйеу-ау, кетпей тұрыңдар, түсіндіремін. Сен ойлағандай емес, деп Әйгерім шырылдап ақталуда. Самалдың оған мән беретін жайы жоқ. Дария жайлы естіп, өзі сең соққандай күйде отыр.
Бір кезде ол: "Мені осы жерден тастап кетіңдер, тоқтат көлікті" деп бұйырды көлік жүргізуші балаға. Ертерек құтылайық дегендей олар самалды жол жиегіне түсіріп кетті. Өздері әлгіндегі жағдайдан кейін кетуге жиналып жатқан құдалардың алдын тоспақ болып, көлікті кері бұрып, жылдамдықты тездетті. Самал саспады. Көлеңкеде отырып баланы емізіп алды да таксилетіп Дарияның үйіне жол алды. Баланың ұқсастығының құпиясы жайына қалып, ол енді күйеуінің сұйық жүрісінің жолын кесуге кірісіп кетті. Көліктен түскен Самал жол жиегіндегі көлеңкеде отырып баласын емізіп алды. Ұлданайына да тәтті күшесін беріп су ішкізді. Әйгерімнің айтқан сөзі есеңгретіп тастады ма, екі сәбиін құшақтап сол орнында отыра берді. Дариямен жүз көріскен сәттегі әрбір көріністі қайта-қайта ой елегінен өткізе бастады. Дарияның күйеуі мен ержетіп, бойжетіп қалған бала шағасы бар. Тіпті құда жежат арттырған адам ғой. Қалай сонда? Некелі күйеу бола тұра жүріске салынуы мүмкін бе? Әйгерім шындықты айтты ма екен? Әлде басын алып қашу үшін өтірік жала жапты ма екен? Қалай түсінуге болады? Жел болмаса шөптің басы қимылдамайды деуші ме еді? Не дегенмен бұл жерде бір сыр бар. Сыр болғанда сұмдық енді. Ал бала жайына елсе, Дарияның тірлігі емес. Немере сүйіп отырған кексе әйел мұндай тірлікке бармайды. Әлде де сол Әйгерімнің ісі шығар. Өз басын алып қашу үшін осылай өтірік айта салған болар. Бірақ жұмыстағылардың бәрі біледі, деді емес пе? Деп өз ойымен әлек болып, сол орнында қанша уақыт отырғаны белгісіз, жанына көлік келіп тоқтағанда ғана есін жиды. Қайда барасыз? Балалармен айдалада неғып отырсыз? Апарт тастайын баратын жеріңізге, деген жүзі жылы жігітке қайта-қайта алғысын айтып, көлігіне отырды. Дарияның үйінің мекен-жайын айтты. Бұл барғанда Дарияның түстікке үйге келген уақыт еді. Үйінде келіні, немересі бар екен. Сұп-сұр болып, есіктен кіріп келген Самалды көрген Дария орнынан ұршып тұрып кеткенін өзі де байқамады. Келе ғой, кел төлет деп өз орнын ұсынған Дария бәйек болып жүр. Келінін шақырып, шайды жаңалап, дастарханға тәтті-пәттісін қойып, құрағы шуда. Ештеңеге әуре болмаңыз, қазір кетемін. Келмей жатып кетемін деген не? Қазанға ет салайын деген Дария елпілдеп жүр. Енесінің анау-мынауға елпілдей қоймайтынын білетін үйдегі келінде таң. Үй апа, не болды сізге? Құдағиыңыз келгендей жалпақтап кеттіңіз ғой. Реңіңіз де қызарып кетіпті. Давлениеңіз көтеріліп кеткен жоқ па? Өлшеп көрейін де, деп қояды келін. Жоға, бәрі жақсы. Шайыңды дайындап болған соң, балаларды алып, арғы көшеде тұратын әпкеңнің үйіне барып келші, кешке дейін. Біз өзіміз бастаңғы жасаймыз, деп Дария күлген болды. Келінге де керегі сол. Дастарханды жайнатып қойған соң, балалардың ертіп тайып тұрды. Оған дейін Самал қалап қойған мүсіндей мешейіп отырып та қойды. Наннан да ауыз тиген жоқ. Үйде екеуі ғана қалғанда Самал: бет жыртысып, шаш жұлысатын жастан өттік қой. Не үшін келіп отырғанымды білетін шығарсыз. Бұл қалай? Деді Дарияның көзіне тіке қарап. Не? Мен түсінбей тұрмын. Тыныштық па жаным-ау? Деген Дария лып-лып етуде. Жұмыстағылардың бәрі біледі. Мен ғана білмейді екенмін. Қалдыбек екеуіңіз. Не бар араларыңызда? Осы жасқа келіп, некелі күйеуіңіз бола тұрып, халық айтса қалт айтпайды дегендей, жұмыстағылар біледі екен. Құдай-ау, сол ма? Деп тырқылдап күліп алған ол. Негізі білген едім сондай, өсек тарататындарын ше. Сонда да қойшы деп, Қалдыбекті бастыққа айтып жүріп, айлығын көтерткізгенмін. Бастық менің туысқаным екен білесің. Менімен санасады не болса да. Обал не керек? Қалдыбек мықты маман ғой. Жұмысында да жауапкершілік көп. Ол басқалардан артық жұмыс істеп, солармен бірде айлық алу керек пе? Әділдік емес қой, а? Айтшы өзің, сол ғой жағдай енді. Бастықта мен де Қалдыбекке құрметпен қараймыз. Соны көре алмайды, жұмыстағылар көре алмайды. Ойлап тапқандары сол да енді. Қалдыбек екеумізді теңеп, ойбой қай бетімді шымшиын. Қой айналайын, осы жаққа келгеніңді, бұл сөзіңді ешкім естіпесін, ұятай. Осы жасқа келіп, немере сүйіп отырғанда,
Құдай сақтай көр деген Дария ұзақ сөйледі. Өтірікті шындай, шынды өтіріктей айтып, жұртты сендіре алатын қасиеті бар оның. Көз жасы мөлтілдеген Самал оған сенгендей болды. Қалдыбек кейде жұмыста дұшпандары бар екенін, кейбірі аяқтан шалмақшы болғандарын айтып күйіп алатын. Күйеуінің сол сөздерін де есіне алды. Бәсе, олай болуы мүмкін емес. Әйгерімнің сол сөзіне сеніп келген мен де ақымақ, ұят болдау. Басқа кім болуы мүмкін? Мақұл, көңілдесі жоқ болар, бірақ баланы бауға тастаған кім? Деген оймен ол орнынан тұрды кетуге жиналып. Қуыс үйден құр шықпау керек деп лыпылдаған Дария сандығын ақтарып, екі бөпеге костюмчик кигізіп, өзіне ақ жаулық сыйлады. Жыланның басына ақ құйып шығарып салғандай оңай құтылып кеттім десе керек. Бірақ үйден шығып еді, дәл терезе түбінде Дарияның күйеуі отыр екен. Екеуінің әңгімесін түгел естіпті. Бұл қайдан пайда бола кетті? Жұмыстан бүгін неге ерте келе қалды? Құдай сақтай көр. Күйеуін көрген Дария тұрған орнында құлап қала жаздады. Самалды әрі қарай шығарып салуға да шамасы келмей, үйге қайта зып етіп кіріп кетті. Самал Дарияның күйеуімен бас изесіп амандасты да дарбазаға жақындай берді. Сыртқы есіктен шығып бара жатқанда Дарияның шыңғырған, күйеуінің арқыған даусы естілді. Әдетіңді әлі қоймадың ба? Кемпір болғанда да жүрісіңді қоя алмайтын болдың ау, сен салдақы деген күйеуінің бақырған. Дарияның жоқ олай емес, өтірік қой оның бәрі, өсекке неге сенесің деген шыңғырған үні бұл ұзап кеткенше құлағында жаңғырып тұрды. Қайта барып екеуін ажыратуға мұршасы жоқ. Өзі онсыз да сүйретіліп әрең келеді. Иә, жұмыстағылар айтып жүргендей, Қалдыбек пен Дария көңілдес емес. Тек бір отырыста екеуі мас болып қалып, тәртіп бұзғандары бар. Жұрт көзінен именбей, отырыстан кейін екеуі құшақтасып, қонақ үйге кеткен ғой. Басқалар көрген бұл екеуінің бір-бірін сүйреп, тәлтіректеп қонақ үйге бара жатқандарын. Бар жоғы сол ғана. Бірақ рет естерін жиған соң екеуі де өз істеріне өкініп, бұл тірлікті қайталамайтындай етіп серт беріскен еді. Сол ғой енді Дарияға қатысты бар жағдай. Ал күйеуі оның жеңілтек мінезін біледі. Екі рет үстінен де түсіп, екі рет ажырасып, қайта қосылып, ырың-жырың өмірлері өтіп жатқан. Кешке жұмыстан келген Қалдыбек Самалдың дел-сал бір түрлі күйін көріп қорқып кетті. Не болды, бір жерің ауырып жүрме? Деді киімін ауыстырып жатып. Бүгін Әйгерім мен Дария апайыңның үйіне бардым, деді Самал жайбарақат. Немене? Қалдыбек сілейіп тұрып қалды. Баланы кім тастап кеткенін білмей, мен қайтпаймын. Екеуі де мойындаған жоқ. Екеуі де мені сылап-сипап шығарып салды. Олар сендіргендей, мен сенгендей болдым. Бірақ менің жүрегіме қанжар сұққандай қазір қанталап тұр. Сенің сұйық жүрісіңнің ізі жүрген сайын қараңғыланып, қоюланып барады. Сырттағы былық-шылығың көп ау. Қорқып отырмын, сұмдық қой. Мынауың сұмдық қой, Қалдыбек. Естіп тұрсың ба? Көрінген етектіні бос қоймайтын соншалық ессіз бедің? Самал айғайды бастады. Екі езуі көпіріп, күйеуін жерден алып жерге салуда. Басы салбырап үнсіз отырған Қалдыбек әйелінің сөзін бөлмеді. Айғайлап жылап, шерін тарқатсын, ашуының желін шығарып алсын деп сабыр сақтады. Әбден айқалап, жылап босап қалған Самал сәлден соң тынышталғандай болды. Осы кезде ғана тамағын жөткірінген Қалдыбек сөз бастады. Саған шындықты айтатын кез келді. Мейлі ерте ме, кеш пе белгілі болатын еді бұл жағдай. Сырттан ескенше өзімнің айтқаным жөн болар деп ұзақ уақыт сақтаған құпияның құпын аша бастады. Саған үйленбей тұрған уақытта болған жағдай еді. Бойдақ едік. Жолдастармен бірге қалай айтсам болады. Былай ғой енді. Жігіттік шақта тепсініп, қанымыз шауып тұрған кез ғой. Жолдастармен тауға демалуға бардық. Қыздар келіп еді. Сол жерде бір қызбен демалдым мен де. Бірінші рет көруім ол қызды. Сол демалыстан кейін бір-бірімізді көрмедік. Бірақ біраз уақыттан кейін ол жүкті болып қалғанын айтты. Мен оған сонда да үйленбейтінімді жеткіздім. Былай ғой енді, жеңіл жүрісті қыз еді.
Сонда да ол босанып алғанын, баласы өсіп жатқанын маған бірнеше жылдан кейін кездейсоқ кездесіп қалғанда айтты. Өзі қатты әбіржіп кеткен. 2 рет тұрмыста болып, ажырасып кетіпті. 5 балалы болып үлгерген екен. Жағдайы өте қиын екенін байқадым. Жаным ашыды. Үйіне бардым. 10 жасқа келіп қалған баламның жағдайын көріп, жүрегім ауырды. Адам тұратын үй емес енді анау жер. Балаларға обал. Шүпірлеген шеттей сәбилер қара нанның өзін таласып жеп отыр. Шешесі кафенің полын жуып, әйтеуір өлместің күнін көріп жүр екен. Балама жаным ашыды. Жасырмай ашық айта берейін. Мен қажылай көмектесіп тұрдым. Ұлым ер жеткенше. Оқуын оқыттым. Жер алып бердім. Сол балам пысық болып, қазір үй салып, бауырларының бәрін сүйреп жүр. Баламмен хабарласып, кездесіп тұрамыз анда-санда. Ал енді, Құдай бергеннің сол балаға қатысы бар мекен? Мені сол жағдай алаңдатып жүр. Міне бар шындық осы. Өзің ойлағандай, басқа былықшылығым, бүлдірген тірліктерім жоқ. Сенен жасырған ең үлкен құпиям осы. Реті келіп айтқаным да дұрыс болды. Түсінемін, саған оңай емес. Бұл құпия үшін кешірімде сұраймын, деген Қалдыбек сыды әрі қарай жасыра беруді жөн көрмеді. Самал бұдан да сорақы, сұмдық жағдайды тыңдауға дайын еді. Тіпті мен сенімен ажырасамын, баланы алып кетемін, баламның анасымен бірге өмір сүремін деген сөздерді естуге дайындалып, жүрегі қысылып құламау үшін жиі тыныстап отырған беті еді. Бұл жаңалық та оңай тиген жоқ. Не істейді? Солай да солай екен деп, шашын жұлама, бетін тырнайма. Не өзгереді дейсің? Қыздарын тұрмысқа беріп, Құда жекжат арттырайын деп жатқанда, сенің жасырған балаң бар екен, деп ажырасқандары дұрыс болмас. Ішкі дүниесі қайнап, аласапыран болып жатса да, ол барынша сабыр сақтады. Жүзін жуған көз жасын сілкіп тастады да, 25-ке келіп қалған болар, деді. Иә, үйленемін деп жүрген еді. Мен де көрейін балаңды, сөйлесейік, деді Самал. Неге олай айтқан өзі де білмейді. Әйтеуір Қалдыбектің ұлын көргісі келіп барады. Мәрмәр тастан өрілген қос қабатты үлкен үйдің алдына келгенде, Самалдың аузы еріксіз ашылды. Балаңның үйі осы ма? Мә, осы үйді балаң өзі салды ма? Дәл осылай деп ойламаппын, деп басын қайта-қайта шайқай берді. Иә, айтып едім ғой, балам мықты шықты. Жаста болса, үлкен тірліктер жасап жүр, деп марқайған күйеуін жақтырмаса да, Самал шын таңданды. Қарындастарым тұрмысқа шықса жәрдем беремін деп жүр, ақылды өзі. Керемет екен, екеуі көлік ішінде сөйлесіп отыр. Ұлы шығу керек үйден, бірақ баласының орнына 2 қолын беліне таянып, толықтау келген бір әйел шықты. Бұларды көргеннен айғайды салды. Немене, тағы ақша сұрап келдің бе? Балам жоқ үйде. Өзің ғана келмей, қатыныңды да ертіп келетін болғансың ба? Келуші болма, ақша да сұраушы болма. Сенің қыздарыңды бағуға міндетті емес ол, деп тұр. Қалдыбек 2 рет қаладағы қыздарының оқу ақысын төлей алмай, осы баладан алғаны бар еді. Соны айтып тұрғаны ғой. Қалдыбекте бұл әйелдің мінезіне еті өліп кеткен сияқты. Оның сөздеріне еш саспай. Алған ақшаны түгел қайтарып бердім, уайымдама. Даймерді шақыр, деді. Өзі Самалдан ыңғайсызданып барады. Таңертең Даймермен сөйлескенде, тіке үйге келе беріңіздер, мама бүгін ауылға кетеді, деп еді. Бұл әйелдің жалмаң етіп шыға келетін қайдан білсін. Баласының үй жайын көрсетіп, Самалға бір мақтанбақшы еді бір жағынан. Ендігісі көлігін кері бұрып, тұра қашқаны жөн болмас. Өзіне салса, бұл әйелдің түрінде көргісі жоқ. Даймерді шақыр дедім саған, деген Қалдыбек даусын зұрайтты. Анау әйелге де керегі осы емес педі. Шындықты жасыра бергеннен пайда таппас. Бұдан кейін бұл өтіріктің зияны тимесе, пайдасын көрмесе анық. Балам деп алып, жиі жолыққыш болып кетті екеуі. Дамирде қашан қараса, менің әкем деп аузынан тастамайды. Баламның бар тапқанын тауыспай тұрғанда, Қалдыбектің бетін әрмен етейін деген оймен ол, Дамир сенің балаң емес, оны өз әкесі іздеп келді. Біздің өмірімізге бұдан кейін араласушы болма, дей бергенде, үйден иығына сөгу жамылып,
Дұрыстап сүртініп те үлгермеген Дамир жүгіріп шықты. Су шаштарын сілкіп тастап, «Мама, кіріңіз үйге. Мен не айтып едім сізге?» деп анасын иығынан құшақтап, ішке кіргізіп жіберді. Шешесінің аузы жабылатын емес. «Балам, қазір айтпағанда, қашан айтамыз енді? Қашанғы жасырасың? Сен айтпасаң мен айтамын» деп неше рет ескерттім өзіңе. «Болды, жетер. Сенің өз әкең бар. Ол сені іздеп келді. Өз әкеңді ренжітпесеші» деп қояды ессіз әйел. Көлік артында бәрін тыңдап отырған Самалда үн жоқ. Жылап кеткен баласын да жұбатпай, қаперінде не болып кеткенін де түсінбей отыр. Ол түгілі Қалдыбек өз құлағына өзі сенбей, жүзі жуған шүберектей ағарып кетіпті. Анасын ішке кіргізіп жіберген соң Дамир: «Кешіріңіз әке, анамды білесіз ғой. Душта едім, келгеніңізді байқамай қалдым. Таңертең бүгін ауылға барамын деп еді, ертеңге қалыпты. Сол душқа түсіп болған соң өзіңізге хабарласпақшы едім. Басқа жақта жолығайық деп, үлгере алмай қалдым ғой», деді көлік алдына жайғасып. Артына бұрылып Самалмен амандасып, жағдай сұрап, епілдеп ақ отырып байғұс бала. Өзі аласа бойлы, тығыншықтай ғана ақсарының өңдісі екен. Қалдыбек дегенің иығына екі кісі мінгендей, зор денелі, ұзын бойлы, қара торынның красавчик емес пе, Самалдың сөзімен айтқанда. Сонымен баудан табылған нәрестенің құпиясы жайына қалды. Ал Қалдыбек пен Самал Дамирге бұл тақырыптың шет жағасын қозғап көрмекші еді. «Әке, анамды кешіріңіз. Ол не айтса да менің әкемсіз болып қаласыз», деген Дамир өзін кінәлі сезініп отырғандай. «Білмеймін ғой, мен танымайтын біреу келіп, анамның басын айналдырып алған ба? Адам сенбейтін сөздерді айтып жүр. Сіздің орныңызды ешкім баса алмайды әке. Алғаш рет сізді көргенім әлі көз алдымда, еш есімнен кетпейді. Сол кездегі сіз әкелген сүт пен нанның дәмін де ұмытпадым. Ұмытпаймын. Әке, бірдеңе десеңші. Мен сізге өмір бойы қарыздармын. Әке алдындағы перзенттік борышымды да өтеймін. Қарындастарымды да өзім ұзатамын. Інілі де болыппын ғой әке. Неге айтпағансыз маған?» деп артына тағы бұрылып, бөпеге қарап күліп қояды. Қалдыбекте үн жоқ. Сол үндемеген күйі Самалды үйге әкеліп тастады да өздері ары қарай кетті. Иә, Дамирдің анасы айтқандай, ол Қалдыбектің баласы емес. Аңқылдаған, ақ көңіл мінезі ғой оны тұзаққа түсірген. Кімнен жүкті болғанын өзі де білмейтін сұм санасын Қалдыбекке бұрған. Ал арадан неше жыл өткенде шетте балалардың қиын ахуалын көрген ол қамқорына алмаса, өзге түгілі өзін өзі кешірмейтін еді. Табысының бір бөлігін осында асырап отырғаны да сондықтан. Дамирдің талабын байқап оқытты, шоқытты. Кәсібін бастауда қолдау білдіріп, айналымға қаражат тауып бергенде өзі. Әке үмітін ақтап, алғыр бала тірлікті дөңгелетіп алып кетті. Сол әбден аяққа тұрып, тірлігі дүрілдеп жатқанда, өзінің туған әкесі пайда бола кетіпті ғой. Солай, әйелінен қаншама жыл жасырған құпиясының бетін ашқанда, арты осылай жалғасады деп ойламаған еді Қалдыбек. Әкешім деп еміреніп тұрған баланың кеудесіне итермесі анық. Сонда да Қалдыбекке оңай тиген жоқ бұл хабар. Ол қатты қиналды. Алла берген баланы кім туып тастап кетсе де, іздемеймін енді. Көреміз де пешенеге жазылғанын, деді Самал бірер сағаттан соң қайтып келген күйеуіне. Айналдырған 2-3 сағаттың ішінде Қалдыбек қатты түтігіп, жүнжіп кетіпті. Кең кеудесі бүрісіп, шөгіп қалыпты. Маңдайынан тағы бір сызық орын алып, сама шаштың жартысы ағарып үлгерген сияқты. Аяп кетті күйеуін. Жұбатып жүр оны. Қандай ақылды бала еді. Тіл көзім тасқа. Сенің тәрбиең ғой. Әйтпесе анау шешесі солай тәрбиелеп оқыта алатын беді. Иә, балаң дұрыс айтады. Тапқан емес, баққан әке. Дамир дедің бе? Тфай, тіл көзім тасқа. Қыздарымның осындай ақылды, қамқор ағасы бар кезде мен еш ойланбасам да болады екен, деп сөйлеп жүр. Осылай айтса күйеуінің көңіл күйі көтерілетін сияқты. Бірақ Қалдыбек тек күрсіне берді. Кеш бойы тілден қалып, тек түнде тапшанда жұлдыздарға қарап жатырып, Құдай берген баламыздың жағдайына қатысты бір күдігім сол Дамир еді. Қызық, өзімне аумай қалған бұл бала бауымызға қайдан ғана топ ете қалды екен, деді.
Жә жетер, өлем-баяқ қойшы. Құдайдың бергені де бізге. Кімнің баласы болды екен деп іздеген сайын бір бәлеге тап болатын сияқтымыз. Қорқам әрі қарай зерттеуге. Осы 2-3 күннің ішінде оқиғалар қалған ғұмырыма жетеді мен үшін. Миым әлі қорталар емес көргендерімді, деді Самал бесік тербете отырып. Бесіктегі бала ұйықтаған соң қызын аяғына тербете бастады. Мейлі, ой түбіне жетпеспіз. Ертерек ұйықтайық. Ертең Асқардың қырқы ғой. Баламен барып, тірлікті қарық қылмасам да, қол ұшымды тигізейін ошақ басына. Құдай осындайдан сақтасын. Біздікі жай еркелік шығар. Алла бізге бала берді, шүкір етуіміз керек. Ал қайнағаның баласын алды ғой. Жап-жас күйінде кетті. Бейшара абысыным қатты қиналып жүр. Құдай осындайдан сақтасын деген Самал қызын да төсегіне жатқызып, көзі ұйқыға жұмыла берді. Таң атысымен олар қара шаңыраққа жол алды. Қара шаңырақта Қалдыбектің ағасы тұрады. Асқар есімді ұлының бүгін қырқы өтіп жатыр. Ажал жас кәріні таңдамайды екен. Тепсе темір үзетін жап-жас жігітті ажал құшқанда бәрі есеңіреп қалған. Жүрегім ауырады деп жиі айтатын. Мән бермеген еді ешкім. Сол жүрек ауруы ойламаған жерден, ойнап күліп отырған жерінен алып тынды ғой. Қалдыбек пен Самал есіктен кіргеннен абысыны жүгіріп келіп күтіп алды. Екі көзі нәрестеде. Маған бер, мен өзім қараймын. Өзің анау келіндерге бас көз болшы деп баланы жұлып алғандай болып қайта ішке кіріп кетті. Абысының бұл тірлігіне Самал таң. Қаралы жағдайда көңілін бөпемен жұбатқысы келген болар деп ойлады. Бірақ абысының елпілдеуінің де себебі бар еді. Жұрт түгел тарқағанда екеуі оңаша қалды. Абысыны қалтасынан 2 сурет алып көрсетті. Суретті көріп Самал таң қалды. Құдай бергеннің көшірмесі ғой мынау суреттегі бала. Қалы жоқ демесе, егіз тамшыдай ұқсап тұр. Екеуі бір сәби сияқты. Асқардың 2 айлық кезі мынау. Ал мынау 3 айлығында әкесі екеуміз орталыққа барғанда суретке түсіп едік. Жаным-ау менің, көзіңнен сенің айналдым деген абысыны еңіреп жылап алды. Көз жасын сүртіп болған соң, өзің білесің ғой тентек келінімді. Асқар соны ойлаймын деп, жүрек ауруға душар болған шығар. Сол көкбет қақпас бәленің қай жеріне ғашық болды екен деп, әлі күнге ойланамын. Екеуі үйленген соң, 1 жылда бірге тұрған жоқ. Көкбет бәле кетті, ішіне баласын салып алып, естуімше баласын туып, құрбыларының бірінің үйіне тастап, өзі Мәскеуге жұмысқа кетіп қалыпты. Бала керек емес оған. Ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүретін өмір керек еді о баста. Ал енді қара, суреттерді салыстыр, өзің не ойлайсың? Дәл қазір сен ойлаған ой мені де мазалап жүр. Құдай бергеннің түрін көргелі, деген абысыны бөпені қыса түсіп. Асқарымның көзі ғой бұл, өзі өсе де ізін жалғап кетті алтын балам. Жаным балам, әруағың тыныш болатын шығар енді. Балаң өз шаңырағыма келді, деп марқұмның суретімен сөйлесе бастады. Суреттерді көрсете бастағаннан абысының көкейіндегісін сезіп еді Самал. Дәл осылай айтпаса екен деп тілеп еді. Десе де қара жамылып, қайғы жұтып отырған абысынға қарсы келер батылы бұлбұл ұшқандай. Не айтарын білмей, сәйкестік болар деді әрең. Сәйкестік емес Самал, менің жүрегім сезеді. Менің Асқарымның баласы бұл, деген абысын баланы құшақтап алыпты. Қолын созып баланы алмақшы болған Самалдан теріс айналып бөлмеден шығып кетті. Ал аз уақыт болса да өмірінің мәніне айналып үлгерген ұлдан Самал өлсе де айрылғысы жоқ. Жүгіріп абысының ізінен шықты. Жеңеше, баланың қарны аш, емізетін уақыт болды, деп етегіне сүріне жүгіріп жүр. Абысын оған бұрылып та қарамады. Сыртта отырған күйеуі мен Қалдыбектің қасына барып, Асқарым тіріліп келді, Жандарбек. Міне, немереміздің түрін қара, Асқардан аумай қалған. Анау қара бет, желөкпенің тірлігі ғой бұл. Біздің үйге әкеліп тастаса өзіміз қуана қабылдайтын едік. Ақмақ десе, Қалдыбектің бауына тастап кетіпті. Миының жеткен жерді солда енді. Міне, мынау суреттерді салыстырып көріңдерші, деген ол суреттерінің бірін күйеуіне, бірін қайнысына ұсатты. Суретке тесіле ұзақ қараған Қалдыбек бір кезде терең тыныс алды. Үстінен уайымның жүгі түскендей, шалқая отырып басын изей берді. Ал Жандарбек ата
көз жасын сүртіп отыр. Өлгені қайта тірілгендей олар мәре-сәре мәз. Баудан табылған баланың құпиясы ашылғанына Қалдыбек те қуанды. Өзара қауқалдасып отырғанда оның көзі самалға түсіп кетті. Әйелі анадай жерде жолай алмай, көздері мөлтілдеп тұр. Мүсәпір кейіпке еніпті. Қалдыбектің осы кезде жүрегі сыздап қоя берді. Бұл қалай сонда? Бірдеңе істесеңші Қалдыбек, баланы алып қайтайық үйге. Менің баламда мыналардың несі бар? Менің баламды иемденіп алмақшы, деген сөздерді әйелінің көзінен ақ оқыды. Бірақ мүмкін емес еді. Баланы алып қайтуы ешқандай да мүмкін емес жағдай еді. Ол әйеліне уәде бере алмады. Қалай сонда? Бұл менің балам ғой. Маған үйреніп қалды. Менің бауырымдақ өсе берсінші. Балам деп етек жасқа толып жылаған әйелін сүйегендей болып Қалдыбек көлікке әрең отырғызды. Самал, айналайын, ақылым бар еді ғой. Асқардың әруағы үшін риза болшы. Бөтен емеспіз. Екі үйдің ортасында өседі. Айналайын, рахмет саған. Жассың ғой. Етегіңе әлі бала бітер. Асқардан қалған тұяқ өз шаңырағында өссінші. Балам көрінде тыныш жатсыншы, деген абысында ебіл-дебілі шығып жылап жүр. Үйіне келген Самалдың көз жасы құрғамады. Бауырынан алыстаған баласын бір құшқысы келіп, үй ішінде сенделіп, ары-бері жүре берді. Омырауынан сүт, көзінен жас атқылаған ол айналып келіп Қалдыбекке тиісе берді. Сен айтсаң болатын еді ғой. Неге үндемей қалдың, а? Баланы алып кетеміз десең, сенің бетіңе келе алмайтын еді. Не деген тас жүрек едің? Мені неге ойламадың? Неге мені ойламайсың, а? Өмір бойы сол ғой. Менімен санаспайсың ешқашан. Не істеймін енді мен? Қалай өмір сүремін? Деп аласұрған әйелін құшақтап алып Қалдыбек үнсіз отыра берді. Ол бір қай жетіскеннен үнсіз отыр дейсің. Жүрегі қарс айырылуда оның да. Бірақ әйелімен бірге еңлесін бе енді? Самалды балаға деген сағыныш қатты қинады. Түнде ұйқы көрмей, күндіз ас батпай, құр сүлдері қалды. Күйеуі жұмысына 3 күнге сұранып, әйелінің қасында көңілін аулап жүр. Баланы алып қайтайықшы, деп сағат сайын миын жейтін Самалдың да байбаламы азайып келеді күн өткен сайын. Көнбегенде қайда барады? Көнбеске басқа жолда жоқ. Апта соңында қаладағы үлкен қыз келді. Сессия басталды. Оқудан практикаға жіберді деп жүріп, оның да үйге келмегеніне жарты жылдан асып кетіпті. Тек телефонмен ғана хабарласып тұратын Лаура үйдегі жағдайды естіп ұшып келген тұр еді. Қызым-ау, қатты азып кетіпсің. Оқу деп жүріп, түріңе не болған? Бетіңде қан сөл жоқ. Мен қазір балмен шай дайындайын. Сен келеді деп таңқураймен тосапта қайнатып қойдым. Баудың түбінен әкең теріп келіп еді кеше. Міне қазанда ет пісіп тұр. Қамырын жайсам болды. Неге көңіл күйің жоқ, қызым? Жолдан шаршап келдің бе? Жуынып алда жата тұр. Мен қазір қамырды жаямын, деген Самал қызының келгеніне қуанып, елбелектеп жүр. Мама, мен мынау бөлмеде жатайыншы, деген көңілсіз Лаура бесік тұрған бөлмеге кіріп кетті. Тамақ жемей, етті шұқып отырған қызына Самал: Лаура, сенің түрің маған ұнамай отыр. Тыныштық па? Не болды? Сессияңды тапсыра алмай қалдың ба тағы да? Уайымдама, өткендегідей қайта тапсырып жабасың, деп қояды. Баланы алып кеткелі өзінің де көңіл күйі жетісіп отырғаны шамалы. Бірақ онысын қызына білдіргісі келмеді. Зорлана жымиып отыр. Мама, Құдай бергенді апаға неге бердіңіздер? Деді сәлден соң Лаура. Енді солардың немересі ғой, сол үйдің тұяғы. Бермеске болмады, қызым. Мен де Ұлданай да бауыр басып қалып едік. Маған да оңай болып жатқан жоқ. Өзім туғандай жақын болып кетіпті, деп көз жасы мөлтілдей қалған Самал бір кезде қызына жалт қарады. Суланып келе жатқан жанарын тез сүрте қойды да қызына қараған күйі қимылсыз отырып қалды. Қызының азып тосқан кейпі мен бұл сұрағының себебі миына енді жетіп, жұмсақ қамырдың өзі тамағына тас келіп тірелгендей қақалып қалды. Ей сен қыз, түсінбедім. Баланы неге сұрап отырсың? Сен оның түрінде көрген жоқсың ғой. О қыз, бері қара, деген Самалдың даусы шақ ете қалды. Кешіріңіздерші мені, мама. Басқа амалым болмады. Кешірілмейтін күнә жасадым мен, мама. Не істеймін енді? Міне, өзім келіп мойындап отырмын. Өз қолдарыңызбен өлтірсеңіздер де ризамын,
Мен айыптымын. Құдай берген сіздің жиен немереңіз. Құдай берген менің балам, деген Лаура екі қолымен бетін басып отырып қалды. Ойбу, көретініңді көрмей көрге кірмейсің десейші, сорлы қызым-ай, соры қайнаған қызым-ай. Елге қай бетіммен қараймын енді? Әкеңе не айтамын? Саған берген тәрбием осы ме еді? Етегіңе ие бол дегенім қайда, ақмақ қыз? Әкеңе не айтамын енді? Мен сорлы әкеңді кінәлап, өткенін қазып жүрмін. Қызым-ай, мені тірідей жерге көмдің ғой. Үкіл етіп, қалада оқытып жатқандағы айтқан рахметің осы ма? Сенің балаң болғанша, абысының немересі болғаны 1000 есе артық еді ғой. Қайттым енді, қайтемін, деген Самал қолындағы кішкене сүлгісімен қызының басынан ұра берді. Басын бұғып отыра берген Лаураның көзінен тамшы да жас шықпады. Тістеніп алған. Кім келіп тепкілесе де, тіпті бүкіл ауыл келіп бетіне түкіріп кетсе де, бұл кететін түрі жоқ. Қолмен жасағанды мойныммен көтеремін деп әптен дайындалып алған сияқты өзі. Мама, мен баланы алып кетемін. Баламның әкесімен қайта жарастым. Ол маған үйленетін болды. Ол бәрін біледі, деді ашулы бұрқылдап барып, сұқ түсіп отыра кеткен шешесіне Лаура. О, жүгермек, баламның әкесі дейді ғой тағы, ұялмаған бетсіз десе. Бәріңізден кешірім сұраймын, кінәлімін өте. Бірақ баламның әкесімен қайта жарастым ғой, дей берген қызына Самал. Өшір үніңді. Сен қалай ойласаң, солай бола бермек пе? Ойыңа келген жасай беретін сен не? Аспаннан түстің бе? Қара бет қылдың ғой мені, қызым-ау. Неге бедірейіп отырсың? Бетіңді тілсе, қан шықпайтын, сонша арсыз ба едің? Әкең екеуміз қалай бас көтеріп жүреміз енді? Не істейміз? Деген Самалдың айғайы есік алдына көлік келіп тоқтағанда ғана әрең басылды. Сыртқы есіктен дабырлап біреулер кіріп келе жатыр. Пердені түріп қарап еді, абысын екен. Екі қолына екі бөпе көтеріп алған. Өзі мәз. Мынаусы несі тағы? Екінші бөпе қайдан тап болды? Деген Самал орнынан ұшып тұрды. Сүріне қауына оларды күтіп алуға алдынан шықпақшы. Қызы екеуінің арасындағы әңгімеде ұмыт қалғандай. Абысының емес, баланы көргенше асығып барады. Жаным, балапаным, азып қалған ба? Салмақ тастапты ғой, деген ол бірден Құдай бергенін бауырына басып құшақтай сүйе берді. Самал, саған рахмет айналайын. Пейіліңе рахмет саған. Өзіңе рахмет айтуға, және өткен-кеткен ренжіткендерім болса кешірім сұрауға келдім. Қанша қиналсаң да баланы маған бердің. Құдай бергеннің аяқ құт болып келді. Міне, өз немереміз келді шаңырағымызға. Кеше Құдаша келіп тапсырып кетті баланы, деген абысын шын көңілден Самалға ризашылығын білдіре бастады. Жандарбек ата да отыра қалып батасын беруде. Өз немересіне қолдар жеткен олар кешелі бері Құдай берген кімнің баласы болды екен, деген сұрақпен бас қатыруда еді. Қазір енді осы үйдегі ахуалды көріп, дереу түсінгендей, баланы алып Самал қатты қуанатын шығар деп асығып келіп еді мұнда. Бірақ оның жүзінен аса бір қатты қуаныштың табын байқаған жоқ. Бөпесін құшақтап үнсіз отыр, ойға шомып кеткен. Жүзі сыныңқы. Лаура мен Самалдың ашулы халінен ақ олар бірдеңені сезгендей болды. Бірақ ештеңе сұрамады. Бір-екі кесе шай ішкен соң олар кетуге жиналды. Қарияларымыздың көрегенділігін айтсайшы. Әрбір әулетте Жандарбек атамыздай бір ақсақал болса, адасқанда жол тауып, жылағанда жұбанып, бақытсыз ұрпақтар саны азаятын еді-ау. Бар жағдайды іштей сезіп үлгерген Жандарбек атамыз кетер кезде тағы да бата берді. Бата ішіндегі мынау сөздер Самалдың жүрегінде мәңгілік сақталып қалса керек. Құдай берген баламызға өз әке-шешесінің бауырында өсу бұйырсын. Келіннің етегіне бала бітіп, бауырымның ұрпағы жалғасып, өсіп өнген әулетке айнала берсін, деп еді. Ал шешесі қанша тоқпақтаса да, көзінен тамшы да жас шығармай, безірейіп отырған Лаура атасының мынау сөздеріне еңіреп қоя берді. Орнынан тұрып атасын құшақтап, өксігін баса алмай әбден жылады. Лаура өзінің жұтты болып қалғанын жігітіне айтып еді. Ал жігіті, баланы алдыр, қазір үйлене алмаймыз, деген. Сол уақыттағы Лаураның қиналғанын, тығырықтан шыға алмай, аласұрғанын ешкімнің басына бермесін. Солай айтқан жігітінің бетіне түкіріп, бұл қош айтысып кетіп қалған болатын. Баланы алдырмақшы да болды.
бірақ мерзімі үлкейіп кеткендіктен босанып алудан басқа жол жоқ еді. Оқудан демалыс алып, сіңлісі екеуі жалдап тұрған пәтерден шықпай, ешкімнің көзіне көрінбей босанып алып еді баласын. Сіңлісі Мейірбике мамандығында оқып жатқандықтан өз әпкесін өзі босандырып алған. Баланы бауға тастап кету де екеуінің ойлап тапқан амал еді. Детдомға немесе өтенге бергенше әке-шешеміздің бауырында өссін деп тапқан апалы сіңлінің айласы еді бұл. Ал жігіті қайта келді жақында. Өлердегі сөзін айтып, кешірім сұрап, Лаураға үйленетінін айтып жүр. Жүрегі жылап отырып, баласы жайында жасырмай айтып еді, жігіті іздеп келгенде. Қайтсын енді, иттік жасаса да әлі күнге оның жүрегінен сызып тастай алмай жүр екен. Жүрекке бұйрық жүрсін бе? Сабыр сақта, келін, бәрі дұрыс болады. Шешімі жоқ нәрсе бұл өмірде жоқ. Барлық нәрсенің шешімін табуға болады. Күйіп пісіп, айналаны топалаң еткеннен ештеңе ұтпайсың. Бәрі өз ретімен дұрыс орын алатынына сенемін. Жүйкеге салмақ салмаңдар, денсаулықты күтіңдер. Алланың көзі оң болсын. Бәрі дұрысталады. Ал біз қайтайық онда. Бұл үйге көп ұзамай тойға жиналайық деген Жанарбек ата мен абысын кете барды. Олар кеткен соң бөпені құшақтап, үнсіз отырған анасының қасына барған Лаура: «Кешіріңіздерші мені, мама, кешіріңіздерші», деді тағы да. «Мә, баланы ала тұршы, жүрегім айнып жатыр. Майлы еттен көп жеп қойдым-ау деймін», деген Самал бөпені қызының қолына ұстатты. Өзі сыртқа шығып лоқсып, ішкен жегенін ақтарып тастады. Үйге қайта кірмекші болған оның көзі терезеден ішке түсті. Қызы баласын құшақтап сөйлесіп отыр, жылап отыр. Ақымақтығы үшін кешірім сұрап, сағынышын жеткізе алмай егілуде. Самал ішке кіре алмай сол орнында тұрып қалды. Ана мен бала сағынышын басып алсын дегендей сырттай қарап тұра берді. Ту сыртынан келген күйеуі иығына қолын қойғанда ғана есін жиғандай оған жалт қарап: «Қызымызды ұрыспашы», деді өксігіне тұншығып. Арадан апта өткенде Лаураны үйден ұзатып тұрмысқа берді. Сол сүйген жігітіне тұрмысқа шықты ғой. Күйеу бала сәл қызбалау демесең, жаман жігіт емес екен. Әйтеуір Лаураны сүйетіндігі байқалып тұр. Көзіне қарап, көңілін бағып, шауып жүр. Олар баланы нағашы атасы мен апасының тәрбиесіне беретін болып шешіпті. Айналайындар-ай. Қызды құтты орнына қондырып, келім-кетіндердің аяғы тоқтаған соң, алаңсыз бір ұйықтайыншы десе, Қалдыбек хабарласып тұр жұмыс жағынан. «Бүгін тойға барамыз. Әйгерімнің күйеуінің үй жағында той бүгін болады екен. Коллектив түгел барып жатыр», дейді. Ұят-ай, Әйгерімнен ұят болдау. Байғұс қыздан күдіктеніп, оның бақытына балта шаба жазадау. Барып құттықтап, сыйлығымды беріп қайтайын деген оймен, ол шкафтан әдемі көйлектерін шығара бастады. Екі-үш көйлегін киіп көріп еді, симайды. Толып кеткен бе? Айнаға қарады. Қарның кішкене домаланып, шығып келеді екен. Самалдың жүрегі жарыла жазады. Дәл осылай деп ойламапты. Бәсе ұйқысы еш қанбай, майлы тамақ батпай, бір түрлі болып жүрген еді. Жүкті болған кезде халі өзіне аян ғой. Жүрек соғуы жиілеп кеткен ол Қалдыбекке қайта хабарласты, сүйінші хабарын жеткізу үшін. Арадан жарты сағат өтпей, жас баладай арсалаңдап жүгіріп күйеуі келіпті. Екі езуі екі құлағында. Самалды құшақтап сүйе береді. Кешке тойға бірге барды. Балаларды жолай абысының үйіне қалырды. Тойға Дария пайда келіпті. Күйеу екеуі шырттай киініп алған. Екеуі де түк болмағандай арқа-жарқа отыр. Бір-бірінен бір елі ажырамай бірге билеп жүр кеше қосылған жас жұбайларша. Біздің тәкең деп Дария апа екі сөзінің бірінде күйеуінің көңіліне көпшік қойып қояды. Күйеуі де тәкең болып шіреніп отыр. Тойда Қалдыбек аздап ұрттағандықтан көлік жүргізе алмайтын еді. Дамирді шақырды. Сүліктей көлігімен жұрттың көзін қызырып, ол да келе қалды. «Әке, менің де үйленетін күнім алыс емес. Дайын болыңыз. Менің әкем деп сізді таныстырамын», деді Дамир Қалдыбекке көлікте кетіп бара жатып. Қалдыбек баласының маңдайынан сүйіп арқасынан қақты. Бұралаң да бұралаң. Бұралаң жол бұл отбасының тіршілік ағымын былай шайқап көрді. Сынаққа алып байқап көрді. Сағы сынбай, сабырды сергеткен бұл жандардың алдынан бақ береке бағып әне өтір. Әңгіменің соңы
зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.